Сен туылғанда анаң, әкең және мен қыстақтағы үйге көшкенбіз. Секілді мектепті ұнататын болады. Және атасы секілді. Солай емес пе, әке? Мен үшін Табаяспен бірге жұмыс жасаудан артық маңызды шаруа болған емес. Жолдастар, құрылыс тақтайлар мен бөренелерден салынады. Мүмкіндігінше металл қосуға тырысамын. Қыстақ тұрғындары көпір салып беруімізді өтінгенде қатты қуанғанбыз. Жақсы табыс көзі болады. Ганстың сөзіне мән берме. Барлығы ойдағыдай болып келе жатқан еді. Алайда жақсылықтың артында бір жамандық та болады. Әке, біз бір шешімге келдік. Қалаға көшеміз деп шештік. Сен мұны менде айтқың келеді, Табаяс. Әкең сені және анаңды алып қалаға кеткенін қалайды. Заманға сай өмір сүргісі келеді. Мен әлі де әкеңмін. Мен не десем, сол болады. Ұқтың ба сен? Сол күні қайта керісіп қалған соң, Табаяс көпірге қайта барады. Әлсіз тақтайға қадам басып қалған ол, байқамастан төмен қарайды. Жоқ! Оны құтқарғым келді. Бірақ қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Алайда ол құлап кетті. Жоқ! Содан анаң төсек тартып жатып қалды. Әкеңнің өлімі жанына қатты батып. Қайғыны көтере алмаған секілді. Егер көп керіспегенімізде, мүмкін әкең әлі тірі болар еді. Содан соң қыстақтан кетіп, қазіргі үйімізге қайтып келдім. Өзіме қыстақтағы үйге бармаймын деп сөз бердім. Бұл көпір жаныма жақын адамымды алып кетті. Солай қызым. Бұл оқыс оқиға болды, ата. Тақтайдың сынғанына сіз кінәлі емессіз. Қолыңыздан келер шара болмаған. Сізді енді ешқашан тастамаймын, ата.